Так, саламатсыздар ма, жаңа құрметті ұстаздар. Осы жерде сынып жетекшілерге жылдық қорытынды ретінде әр сыныптың табелін, яғни алу электронды журналда қалай алатын сіздерге нақты көрсетіп өткім келіп тұр. Яғни қарасаңыздар, мына жерде мектеп дегенді басатын болсаңыздар, сол жерде жұмыс тобы мектеп және менің сыныптарым есептер деген тұрады. Есептер дегенді басасыздар. Есептер деген басқан екен, мына жерде жаңағыдай қарасаңыздар, үлгерім оқушылар дегенді функцияны таңдайсыздар. Сол функцияны таңдаған екен, мына жерден өз сыныбыңызды таңдайсыз. Мысалы 9-шы А сынып немесе 9-шы Б сынып деген секілді. Так, соны басасыздар дағыны барлық кезең дегенді басасыз. Барлық кезең дегенді басып, оқушы таңдамасаңыздар да болады. Мына жерде мән беріп байқасаңыздар, жоғарыда барлық оқушыны басып шығару деген функция тұр. Яғни соны басып, сол нұсқаулықты бассаңыздар, сіздерде, яғни мына нұсқаулықты басқан кезде, мына функцияны басқан кезде, сіздерде мынандай терезе ашылады. Бұл терезенің негізінде, яғни мына жерде өз компьютерларыңызға жүктеп алуларыңызға болады. Немесе сол жерден сразу печатқа басуға жіберулеріңізге болады. Енді бұл жерде не шығады? Яғни қарап тұрсаңыздар, осы 9-шы А сыныптың сынып жетекшісі шығады. Бұл рет бойынша сыныптың тізімі шығады. Және табелдің тіркелген нөмірі, берілген уақыты, білім алушының басқа орта білім беру ұйымына кетуі және сынып жетекшісінің қолы. Яғни әр оқушы сынып жетекшінің өзінің толтыратын функциясы. Так, төменгі жағында, яғни табелдің беті, оқушының аты жөні және 9-шы А сынып деп көрсетіледі. Так, мұны табелдің іші. Осы 9-шы сыныпта алған әрбір 90-дағы алған бағасы және есептерінде деп жазылған несі. Және барлығы мына жерде оқу жылының қорытындысы бойынша педагогикалық кеңестің қаулысы, мына жерге мөр қойылады және сынып жетекшінің мөр қойылып, директордың қолы және сынып жетекшінің қолы қойылады. Яғни көргендеріңізде жаңа мына жерден скачать етіп алуларыңызға болады. Компьютерға жүктеу арқылы печаттан кейін шығарсаңыздар да болады, немесе осы лезде печаттан шығарып алуларыңызға болады. Яғни электронный журналдан алып сынып жетекшілер осыны тігіп қоюларыңыз керек. Яғни сіздер журналдың әрбір бетін алдыңғы ескі жүйе бойынша, бұйрық бойынша шығарып тігуіміз қажет еді. Қазіргі соңғы не бойынша осы тек табелдік жүйені ғана шығарып бекітеміз болды. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Осылай орындайсыздар. Мына жерде үлгерім оқушылар. Әрбір сынып жетекші өз сыныбындағы оқушыларын шығарып, печаттан шығарып, мөр қойып, директордың мөрі басылып,